Биыл ауа райының жылынып су тасқыны қаупі кезеңінің басталуы бұл біздің жауапкершілігімізді екі есе арттырмақ. Ешқандай жағдай жұмысты ұйымдастыруға кедергі келтіріп сылтау болмауы керек. Әрқайсыңыз өздеріңізге бекітілген аумақ үшін жеке жауап бересіздер. Барлық қызметтер үйлесімді әрекет етуі тиіс. Шешімдер жедел қабылданып, ақпарат дереу жеткізіліп, жылдам іс-қимыл жасалуы қажет. Бақылауды тәулік бойы қамтамасыз ету бұл біздің басты талабымыз. Енді облысымызда 71 су тасқыны қаупі бар елді мекені бар. Енді осы былтырғы инженерлік жұмыстарын өткізген іс-шаралар арқасында 16 елді мекенде су басу қаупі алынып тасталды, 50-інде азайтылды және 5-інде қаупі бүгінгі таңда сақталуда. Осы су тасқын жағдайы нашарлаған жағдайда 3600-ден астам адам тұратын 556 техника, бірлік техника, 71 су құралдары және 250-ден мотопомпалар тұратын күштер құралдар құрылып, бүгінгі таңда әзірлікте тұр. Және де әкімнің шешімі бойынша 1 ақпаннан бастап азаматтық қорғау күштері күшейтілген түрге көшті.